Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен еліміздегі қоғамдық саяси жұмыстарға араласып жүрген азаматтық қоғамның белсенді бір бөлігін құрайтын әйелдер ұйымдары жастар арасында ақпараттық түсіндіру ісіне атсалысып, діни экстремизмнің алдын алу жұмыстарына өз үлесін қосып келеді. Әрине, бүгін күні біздің министрлік тарапынан, комитет тарапынан осы деструктивтік ағымдардың таралуын алуға бағытталған бірқатар шаралар атқарылып жатқаны бар. Соның ішінде әйелдер қауымымен жұмыс істеу бұл үлкен бір тақырып. Әйелдер аудиториясымен жұмыстар соңғы 5 жылдықта өте жоғары деңгейде қарқын алды деуге болады. Ол негізгі екі бағытқа бөлінеді. Бірі профилактикалық жұмыстар, яғни алдын алу шаралары, екіншісі дерадикализация, яғни радикалсыздандыру шаралары.